Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай ерекше болып шығатын тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге тауық еті енді өздеріңіздің қажеттеріңізге қарай. Бізде үйде 2 адам, 2 ғана тауық етін қолдандым. Одан кейін болгар, пияз, сәбіз, картоп және капуста, помидор қосатын боламыз. Осындай магний на второе деген сатып алыңыздар. Сочный курица с чесноком дегенді өте күшті, осы приправасы өте күшті дәм береді. Ең алдымен осылай болгар бұрышын турап аламыз, осылай 4 бұрышты етіп. Енді мен кішкене көптеу қостым, бізде мен жолдасым өте жақсы көреді. Сіздер де болгар бұрышын жемейтін болсаңыздар, тек қана 1-2 штук қана қоссаңыздар болады. Мен осылай жасыл және қызыл түстерінен қолдандым. Келесі бізде сәбізді де осылай 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Мен 3 сәбіз қолдандым. Сіздер де егер сәбіз жемейтін болса 1 немесе 2 сәбіз қолдануға болады. Дәмі өте керемет болады, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі бізде ол пиязды да осылай 4 бұрышты ретінде турауға болады. Және чеснок, кішкентай чесноктан 4 штук чеснок қолдандым. Чеснокты міне көріп тұрғандарыңызда осындай жіңішке етіп, домалақ етіп турап алыңыздар. Картопты да осылай 4 бұрышты етіп тураймыз. Қатты үлкен болмасын, қатты кішкентай болып кетпесін. Средний формада турайтын боламыз. Барлығын турап аламыз осылай. Мен кішкентай 3 помидор қостым. Сіздер енді үлкен 1 помидор немесе 2 помидор қосуларыңызға болады. Осылай помидорды да 4 бұрышты етіп турап алдым. Одан кейін осы капустаның 4-тен 1 бөлігі бұл жерде. Оны да 4 бұрышты ретінде турап алдым. Барлығын турап ыдысымызға саламыз. Міне барлығын турап осы ыдысқа салдық. Енді тауық еттерімізде салатын боламыз. Салып барлығын қолмен араластырамыз. Ең алдымен осы ыдыстың магний на второйын ашсаңыздар, осындай салафанчығы болады, міне салатын духовкаға. Одан кейін міне астында ашсаңыздар приправасы болады. Осы приправасын барлығын салатын боламыз. Кейін кішкене тұз салсаңыздар болады дәміне қарай. Және қара бұрыш, қызыл бұрышты да саламын. Осындай зелендерді қоссаңыздар болады. Көк пияз және укроп. Осылардың барлығын майдалап тураймыз да ыдысымызға салып араластырамыз. Міне барлығы дайын болды. Барлығын турап алдық, салдық. Енді осыны қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бір кішкентай кесе, яғни 1 пиалаймен су құйып жіберсеңіздер болады, чтобы сочный болып пісу үшін.
Осындай міне салафанчигін орап ашып аламыз да біртіндеп өзіміздің дайындаған салмамыздың барлығын салафанға саламыз. Осылай қолдарыңызбен араластырып салыңыздар барлығын міне. Қараңыздаршы, сочный, прям әдемі болып көрініп тұр. Міне суында барлығын құямыз. Бізге сочный болып тұрғанын ұнайды, сол себептен тағы да кішкентай су қосып жібердім. Міне осыны енді салып болғаннан кейін толып кетпесін, осындай кішкене ғана орын қалу керек. Осы үстіп біртіндеп жинап алып, басындағы қызыл байлайтын болады, сонымен байлаймыз. Өзі тесігі болады, соның ішіне кіргіземіз. Міне осылай кіргізіп болғаннан кейін, осылай жөндеп аламыз да, ыдысымызға салып, духовкаға 1 сағатқа таза піссін десеңіздер, әдемі болып 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Осылай тесуді де ұмытпаңыздар. Мен 3 рет бастапқы жағын тестім. Аяқ жағын теспеңіздер, су ағып кетеді алған кезде. Одан кейін гречка міне 1 кесе толмаған көріп тұрсыздар, кішкентай кесемен. Осылай алып, осыны жақсылап пісіретін боламыз, және де әсемдігі үшін осындай помидор огурцы қолданамыз. Гречкамыз дайын болды. Осылай пиалайымызға салып алып қоятын боламыз видеодағыдай. Бұл 2 адамға дайындалғаннан кейін 2 жерге ғана қойдым гречканы. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша 2-3 жерге қойсаңыздар болады. Міне біздің тамамыз дайын. Осылай ашып алдым, ыдысымызға салып, барлығын міне осылай араластырып алам да, енді ілгенімізге, яғни үлкен ыдысымызға салып шығам. Қараңыздар, өте күшті болып шығады. Қонақ келген кезде де берсеңіздер болады, өте әдемі, ұялмай беретін тағамның бірі. Осындай соусын гречканың үстіне құйып жіберіңіздер. Міне помидор огурцымен осылай әдемілеп сәндеңіздер. Ал қыздар, осылай жасап көріңіздер, осы рецептпен міндетті түрде шығады. Рахмет.